Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 2-ші сыныптың математика сабағы 130-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы алгебра элементтері. Сен алгебра элементтері тақырыбындағы материалдарды қайталайсың. Бірінші тапсырма: жазбаларды зертте. Бұл жердегі төмендегілерге теріп жазды. Теңсіздікте санды өрнек, әріпті өрнек және теңдеу формулаға барып теріп жазатын боламыз. Теңсіздік бізде 28 бен 4-тің бөлінісі артық 5-тен. Санды өрнектер 30 бен 5-тің бөлінісіне 4-ті азайту. Әріпті өрнек 18 бен сының бөліндісі. Теңдеу x бен 5-тің бөлінісі тең 9-ға. Формула бізде пи тең а мен 4-тің көбейтіндісіне. Бұл шаршының формуласы бізде берілген. Келесі, өрнектер құр, олардың мәнін тап деді. 80-нен 27 мен 3 сандарының бөлінісін азайту. 4 саны мен аның көбейтіндісі, мұндағы а тең 9-ға. 80-нен 27 мен 3-тің бөлінісін азайтқан кезде 71-ге тең. Аның орнына 9-ды қойып есептейміз. 4 бен 9-дың көбейтіндісі 36-ға тең. Келесі, үшінші тапсырма: санды өрнектерді салыстыр дейді. Санды өрнектерді салыстыратын боламыз. 57 мен 38-дың қосындысы тең 38 бен 57-дің қосындысына. 12 мен 18-дың қосындысына 43-ті қосқан кезде тең. 12-ге 18 бен 43-тің қосындысын қосқанда бір-біріне тең екен. 14 бен 76-ның айырмасын 21-ден азайтқанда бұл артық. 14 бен 76-ның қосындысынан 25-ті азайтқан кезде. 12 мен 2-нің көбейтіндісі тең 2 мен 12-нің көбейтіндісіне. Яғни бұл жерде қосылғыштардың орындары ауыстырылып тұр екен. Сондықтан екеуі тең болатын болады. Келесі, салыстыр дейді. Бұл жерде де салыстыратын боламыз. Әріпті өрнектерге қараймыз да салыстырып шығамыз. Бұл жерде а болғасын жерде және қосылғышымыз 91 екеуінде де тең болады. Ал 37-ні в-ға қосқанда, одан 35-ті азайтқан кезде бұл жерде екеуі де в, бірақ қосылғыштарымыз біреуі 37, біреуі 35. Сондықтан 37 жағы артық болады. 15 пен сының көбейтіндісі, с мен 15-тің көбейтіндісі бір-біріне тең болады. Себебі қосылғыштардың орындары ауысқан. К мен 83-тің айырмасы артық К мен 86-тың айырмасынан. Себебі біріншіде бізде азайтқыш 83, екіншідегі азайтқыш 86-ға тең. Сондықтан артық болады. Келесі, 5-ші тапсырмада бізде теңдеулерді шеш дейді. Теңдеулерді шешу үшін бұл жерде бізге күрделі теңдеу, жай теңдеулер араласып келген екен. X-ке қосамыз, 26 мен 15-тің қосындысы тең 56-ға. Бұл жерде жақшаның ішін орындап, жай теңдеуге айналдырып аламыз. X пен 41-тің қосындысы тең 56-ға. 56 мен 41-тің айырмасы бізде 15-ке тең. Белгісіз санның орнына 15-ті қоямыз. 15 қосамыз, 26 мен 15-тің қосындысын қосқан кезде 15-ке 56-ға тең болады. 56 тең 56 деп көрсететін боламыз. 99 бен аның айырмасы тең 100 бен 82-нің айырмасына. Бұл жерде күрделі теңдеу берілген. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып жібереміз. 99 бен аның айырмасы тең 18-ге. А тең, бұл жерде белгісіз санды табу үшін 99-дан 18-ді азайтамыз. 99 бен 18-нің айырмасы а тең 81-ге. 99 бен 81-нің айырмасы тең 100 бен 82-нің айырмасына. 18 тең 18 деп жазып қоятын боламыз. Келесі, үшінші теңдеуде бізде күрделі теңдеу екен. С-дан азайтамыз 47 мен 27-нің айырмасын. 59-ға тең. Белгісіз сан С бізде жақшаның ішін орындап аламыз. 47 мен 27-нің айырмасы 20-ға тең. Енді белгісіз санды табу үшін 59-ға 20-ны қосамыз. С тең 79. 79-дан азайтамыз 47 мен 27-нің айырмасын. Тең 59. 59 тең 59 деп жазатын боламыз. 5 пен аның көбейтіндісі тең 45-ге. А тең 45 пен 5-тің бөлінісі. Бұл жерде белгісіз сан А 9-ға тең. 5 пен 9-дың көбейтіндісі 45-ге тең. 45 тең 45 деп көрсететін боламыз. В мен 5-тің бөліндісі 8-ге тең. Бұл жердегі белгісіз сан В-ны табу үшін 8 бен 5-ті көбейтеміз. 8 бен 5-тің көбейтіндісі 40-қа тең. В тең 40-қа. 40 пен 5-тің бөліндісі 8-ге тең. 8 бен 8 тең деп көрсетеміз. 32 мен x-тің бөлінісі тең 4-ге. Белгісіз сан x-ті табу үшін 32-ні 4-ге бөлеміз. X тең 8-ге. 32 мен 8-тің бөлінісі тең 4-ге деп көрсететін боламыз. 4 тең 4 дейміз. Яғни бізде теңдеулер 3 күрделі теңдеу берілген және 3 жай теңдеу берілген екен. Теңдеулерді шығардық.
Алгебралық элементтерді есімізге түсірдік, бірнеше тапсырмалар орындадық. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызда тапсырмаларды бірге орындау сіздерге қызықты болса, каналға тіркеліп өз көмектеріңізді беріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.